Сәлем қыздар, алғашқы жасағаннан ақ үлпілдек мақтадай жұп-жұмсақ болып шығатын булочкамның рецебімен сіздермен бөлісейін деп шештім. Себебі жекеме шығып сұрап жатқан қыздар қаншама осы булочкамның рецебін. Сондықтан қабыл алыңыздар. Бір таза ыдысымызды аламыз, жылы сүтімізді құйып, аздап қантымызды, 3-4 ас қасықтай ұнымызды, дрожжымызды барлығын қосамыз да опора дайындап аламыз, жақсылап араластырып, бетін осындай майлықпен жауамыз да бір 10 минутқа қойып қоямыз, пока көтерілгенше. Содан кейін қалған қантымызды бір жұмыртқаның ағын қосамыз, сарысын жаңа бетіне жаққан қалып қоямыз, тұз қосамыз, кішкентай ғана барлығын жақсылап араластырамыз да үстіне 500-700 граммдай ұнымызды қосамыз. Ұн көп болып кетпесін қыздар. Ұн көп болып кетсе, ол кезде уже булочкаңыз дұрыс шықпай қалады да, тығыз болып қалады орталары. Ал жұмсақ қылсаңыздар, өте керемет болып өпілдек булочка болып шығады. Мінекей майымызды, одан кейін бөлме температурасында еріп тұрған сливочный майымызды қоса отыра қолымыздың көмегімен